Баршаға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бұл Айым бренд каналы. Мен негізі ұзақ уақыттан бері қазақша блог жүргізгім келіп жүрген. Бірақ осындай жағдайға байланысты каналым тоқтап қалды. Ал дәл қазір мен сіздерге өзімнің опытыммен әрине осылай сумка-вратом жинауды көрсететін боламын. Жалпы бұл менде үшінші жүктілік. Бірінші, екінші жүктілігімде мен всегда осылай ютубқа кіріп неше түрлі видеолар қарайтынмын, басқалар қалай сумка-вратом жинап жатыр деген сияқты. Вот енді өзім түсірейін деп жатырмын. Если ұнап жатса, қолдап, комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Өзімде не болып жатыр, бәрін түсіріп салуға әрекет жасайтын боламын. Қазақша блог дамысын. Вот. Так, бізде менде осындай екі сумочка шықты. И кішкентай сумочка тоже бар. Бізге бірінші не қажет? Мен осылай екіге бөліп алдым, әдейі. Мынау бізге бірінші роддомға қажет, родзалға кірген кезде. И мынау палатада қолданатын заттар. Так, біз бірінші родзалға керек заттарды сіздерге ашып көрсететін боламын. Жалпы осылай екіге бөліп алған дұрыс, себебі ол жерде сіз өзіңіз алмайсыз ғой керек заттарыңызды, ол жерде медсестра, сол жерде көмекшілер алып беретін болады. Сондықтан да осылай удобный қылып алып барған дұрыс. Бұл менде родзалға именно алып баратын заттар. Ол жерде бізде бірінші сорочка керек. Неге сорочка керек? Себебі родзалда сізге самый удобный материалдан жасалған киім болған дұрыс. Жаңағыдай ешқандай түймесі, замоксыз деген сияқты. Себебі ол балаға бататын болады. Вот. Менде бірінші сорочки. Сосын сіздерде обязательно болу қажет нәрсе, ол осындай резиновый тапчикилер. Сіз жаңағыдай сізді больницаға алып барғаннан соң сразу сорочкамен осыны киісетін болады. Сосын әрине бізге осындай үлкендердің подкөзнектері қажет болады. Бұл бізде біріншіге до и пошлеге қажет. До сіздер жаңағы су кеткен кезде киетін боласыздар, а после жаңағыдай балаларыңызды, сәбилеріңізді алып болғаннан кейін палатаға барғанға дейін тағатын боласыздар. Вот бізде осылай 2 штук. И, конечно, бізде мына жерде менде 3 штук пеленки одноразовый тоже қажет болады. Балаға да өзіңіз киетін родзалға 3 штук алсаңыздар жетеді. Ал енді бала дүниеге келген кезде бізге осындай пеленкилер керек. Бұл жерде менде жылы, қалың түрінен и бір жұқа түрінен алған болатынмын. Так, менде вроде мына жақта. Вот осылар обязательно қажет. Пеленки бір қалың, бір жұқа алсаңыздар болады. Именно родзалға. Так, одан кейін баланың киімі әрине. Бұл жерде сорочки, там қалпақтары, бәрі бар. Қазір көрсететін боламын. Мынау менде осындай екі түрлі басқа киетін қалпағы. Сосын осындай кепшіктерді қараңыздар, қандай күшті. Сосын осындай ползунки. И желательно осылай қалың, қалай айтсам екен, жалпағын алған дұрыс. Чтобы резина қатты қысып кетеді, да? Ал мынау ішін қыспайды баланы. Вот. Өте удобный. И жаңағыдай кіндігіне де тоже қатты нетпейді. Нагрузка салмайды. И осындай. Күшті ма? Вот, осылар. Сосын оның сыртынан кигізгенге осындай кофточка алсаңыз болады. Жылы болу керек. Вот қараңыздар, мен осындай түрінен алдым. Сосын менде әлі жүктілігімнің полын, ол қыз екенін ешкім білмейді. Сондықтан да осындай нейтральный түсте алған болатынмын. И осындай жылы нәскилер керек. Осындай астына кигенге ашық аяғы. Вот осындай аласыздар. Бұл бірінші бала дүниеге келген кезде кездесетін заттар ғой. И мен осылай 2 штук Мело фирмасының подкөзнегін алдым. Алдын Мелоны қолданып көрмеген, бірақ вроде осылай күшті сияқты. Еще бұның бір плюс жері, қараңыздар, кіндігіне жаңағыдай нетпейді. Нагрузка салмайды, жаңағыдай тиіп тұрмайды, ауыртпайды деген сияқты. Өзінің арнайы осындай қырқылған жері бар. Күшті, И, конечно, сіздер родзалдан шыққан кезде сіздерге керек заттар. Бұл пижама. Желательно шалбармен жең ұзын болған дұрыс. И осындай тоже қажет. Вот, менде родзалға керек деген дүниелер осы. Сосын палатаға барғаннан соң өзіңіз кішкене өзіңізге келіп, демалып алғасын жаңағыдай ете бересіз. Керек заттарыңызды мынау жақтағы сумкадан ала
киесіз. Вот осылай. Жалпы родзалға осылай қалай айтсам екен, ровно қылып только керек заттарыңызды отдельно салып алғаныңыз дұрыс. Себебі ол жерде басқа заттарыңыз таппай қалуыңыз мүмкін. Менде ондай жағдайда болған. Барлығын бір сумкаға жинағам, и оның ішінен қалай айтсам екен, бардагы шығып кетті. Жаңағы кісі таба алмайды деген сияқты, мен ана жерде мына жерде деп жатып алып айтып жатам. Сондықтан да осылай отдельно сумка болғаны дұрыс. Ал одан кейін бізге не қажет? Еще баланы орағанға осындай одеял болған дұрыс. Желательно жылы болғаны дұрыс, қайсы сонда болса да, енді жаз мезгілінде кішкене жұқасын аласыз. И осындай полотенце өзіңізге бұл. И осындай жылы ванный халат болған дұрыс. Бұл менде екінші точамда алған болатынмын. И вот бұл жолы алған жоқпын, осы пойдет. Одан кейін бізге осындай гигиеничкалар керек. Осындай отдельно сумочкаға салып қойдым. Бұл жерде не бар? Бізге бірінші осындай градусник керек. Сіздер әр сағат сайын ба, 2 сағат сайын ба, сондай баланың температурасын өлшеп отырасыздар палатада. Так, сосын осындай бізде жаңағы әйел адам кеудесіне, көкірегіне жаққанға, жаңа жарылғанға деген сияқты жақсы көмектеседі. Вот. Осындай крем алған болатынмын. Жарылып кеткенге деген сияқты. И менде осындай соска. Жалпы мен бірінші баламда мүлдем соска берген жоқпын. Потом ол өскен сайын вообще соска алған жоқ. Ал екінші точамда соска бізге прям күшті көмектесті. Если честно, сосканың кайфын сол кезде түсіндім. Сондықтан мен сразу осылай 2-3 штугын алып алдым. Бұл так, нип фирмасынікі германский екен. Вот. Мен алдыңғы жолда осындай домалақ вариантын алғам, осыны салған кезде. Маған осы удобно. Так, одан кейін бізде осындай ухачистки, именно осындай детский, чтобы на баланың плавның ішіне қатты кіргіз жүрмеу үшін өзінде арнайы болады. Сосын осындай крем, мен осындай кішкентай форматында алдым. Неге себебі ондай любой жерге салып кете бересіздер, өте удобный екен. Жаңағыдай подгузниктің ішінен көтендеріне жаққанға, мойындарына жаққанға өте күшті. Вот. Потом менде осындай масло. Вроде масланы больницада жатқан кезде қолдана қоймайсың, бірақ сонда да алып алдым. Алдыңғысында мен қолданбаған, и мынау бізде присыпка балаларға. Бұл енді точно керек болады. Осымен кремді екеуін обмен жасап жағып отыратын боласыздар. Вот. Бұл енді именно балаға қажетті денеге және өзіңізге қажетті жаңағыдай сабындар, түнгі басқаларыңыз тоже отдельно салып алсаңыздар болады. Вот. Одан кейін бізге қажет прокладки. Вот. Мен үлкен размерін алған болатынмын. Осындай бір пачкасын алсаңыз, пока штоға жетеді. Сосын негізі менде блокпен подгузник алған, но маған осылай алып алған удобно. Жетпей жатса, потом алып келеді артымнан деген сияқты, бір күнге жетеді. И вот кеудеге арналған укладыштар. Жалпы негізі менде қатты бір сүтім көп деп айта алмаймын, бірақ именно бірінші, екінші, үшінші күндері менде прям бір айға дейін прямо сүтім ағып кетеді. И поэтому маған осындай удобно. Екінші точамда алған болатынмын, прям күшті көмектескен. Бұл одноразовый, многоразовый болып жүреді, но маған одноразовый удобно. И, конечно, влажная салфетка. Влажная салфетка менде тоже Мелло фирмасынікі. Иісі жоқ, өте күшті. Өзіме ұнайды. Сосын баланың киімдері. Жалпы негізі палатада баланың киімін көп ауыстыра бермейсіздер. Бүлдіріп алған жағдайда ғана болмаса, себебі ол өте кішкентай болғандықтан ондай жерде көп ауыстыруға мен өзім онша не емеспін. Қасым бір сөзін айтқанда осындай сыртынан келген киімде ползунки. Вот қараңыздаршы, мынау мен байқамай алып қойыппын. Мынау батады беліне кішкене. Ал мен жаңа көрсеткенім, ол удобно. Сол жағын қателеспеңіздер. И вот менде осындай. Көбісі ойлап жатады, қоңыр түс болғанға, сен ұл туады екенсің ғой деген сияқты. Но маған просто қоңыр түсет ұнайды. Қыз балада кие береді ғой қазіргі таңда. Вот осындай двойка алдым. Осындай кофточка алдым, қараңыздар. Әдемі. Мен андай адамын, просто мелочь нәрсенің өзіне прям қатты қуанамын да. Жолдасым соған күледі. Вот
осындай вариантты алдым. Бұл осылай носкимен жүреді. Носкимен жүрген бірақ өте удобный. Чем мынандай өз қосылып қалғаннан болғаннан гөрі носкимен жақ қысып тұрады ғой. И удобно болады балаға кигенге. А еще мынаны былай қолында қайырып қоя аласыз да жауып. Жылы жүреді. Қол саусақтар шығып кетпейді. 3 айға дейін киюге болады. Так. Сосын маған қатты ұнаған мына ғой. Қараңыздаршы қандай күшті. Вот мынаны қараңыздар. Жаңа носкимен еді, а мынау носкисіз. Бұны сыртынан сіз носки кигізуіңіз керек деген сияқты. Ал анау удобно. Вот, бірақ мен осыны да тоже алдым. Қолы тоже жабық. Былай ашып қойсаңыз да болады. Вот. Осылай. И бұған осындай шапка алдым. Неге екенін білмеймін, маған осындай шапкалар ұнап жүр. Еще мынаны былай жасап қоюға болады. Күшті? Вот. И, конечно, осындай жылы 2 шапка алдым. Мынандай біреу трикотажный матадан. И осындай екінші вариантта. Екеу алдым. Және носкилер тоже алдым. Қараңыздар. Осындай 2 вариантты носки алдым. Сосын осындай 2 сарапки алдым. Мен аттан ұмытып қалдым, мен, если честно, бар ғой. Вот. Сосын вот пеленки. Менде біреуі осындай жұқа. И біреуі осындай вариантты алдым. Өте прям күшті екен. Менде пока үш пеленки. Сосын өзіңізге киімдер тоже алсаңыз да болады. Пижамаларыңызды жаңа ауыстырғанға. Неге себебі сіздер палатаға ауысқаннан кейін уже жаңағыдай енді қазақтар айтып жатады ғой, терлеу керек деген сияқты. Сондықтан да ауыстырып отыратын киімдеріңіз болған дұрыс. Вот. 2 пижама алсаңыздар жеткілікті пока штоға. И обязательно носки, жылы носки өз жеріңізге. Аяқтарыңыз жылы жүруі шарт. Ол балаға да өте үлкен әсер етеді. Вот. Менде сумкаратым осындай. Если сіздерге ұнаған болса, комментарий қалдырып кетіңіздер, не дұрыс, не бұрыс деген сияқты. Жалпы менде біраз заттар пока что жоқ екен. И сосын родзалға кіретін алдында өздеріңізбен бірге су алып алыңыздар. Өте керек нәрсе су, и сосын жеңіл бір жейтін бірдеңе, печенье деген сияқты. Себебі сіздерге толғақ барысында прям күш керек болады. Сондықтан да босанатын кезде сіздер күш жинауларыңыз керек. Сол үшін су ішіп, жаңағыдай толғақтың арасында тоқтаған уақыттарында солай кішкене жүрек жалғап алған дұрыс. Вот, менде сумкаратым осындай. Если ұнаған болса, комментарий қалдырып кетіңіздер. Вот. Бұл менде бірінші осылай сіздермен бетпе-бет көрісіп отырған жаңағыдай видеом. Мен екінші рет түсірмеймін. Сразу осы бірінші түсіргеннен салайын деп жатырмын. Вот, қыздар, менде сумкаратым осылай болды. Бұл менде 3-ші жүктілік болғандықтан көп заттарды жаңағыдай жаңартып алған жоқпын. Өзімде бар заттарды, жаңағыдай кішкентай 2 баламнан қалғандарын тоже жаңалау деген сияқты тазаларын алып алдым. Себебі артығы расход шығармау үшін. Сіздер де солай жасасаңыздар болады, себебі бала тез өседі, өте тез өседі, сондықтан да олай қатты ақша құртудың да қажеті жоқ. Вот. Сіздермен болған мен Аида, бұл Айым бренд каналы. Алда неше түрлі қызықты қазақша влогта неше түрлі видеолар түсіретін боламыз, сондықтан да менімен бірге болыңыздар.